Сәлеметсіздер ме? Ересек Айкүнтоғының ата-аналары Әбдіжәлел отбасы. Енді ат жалын тартып мінетін азамат болатын уағың келді. Мына ер тоқымдарды түсініп алғаның жақсы. Мынау болса міне қамшы. Мынау жүген аттың. Мына ер тоқымды біздің арғы өзіміздің әкелеріміз жасаған, содан бері жалғасып келе жатыр. Енді осыны біз ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, ат жалын тартып мініп, ердің қанаты ат деген, аттан үзілмейміз. Атқа мінгенде бірінші ноқтасын саламыз, сосын міне жүгенін саламыз. Жүгенін салып, сосын міне мына тоқымдарын саламыз. Тоқым салғаннан кейін үстіне ерді саламыз. Ерді салғаннан кейін міне тартпалары бар. Мынау өмілдірігі. Сосын кейін айылын тартпасын тартып болғаннан кейін қамшыңды қолыңа алып, атты мініп жүріп кетесің. Ауданда қызым, әке өрген оғжанар, шеше өрген томшер деген, мына бұрынғы енді апамыздардан қалған жүн екен. Бұрынғылар сүтіп, кигіз көрпе жасап, жүн түтіп, осындай бұрынғыдан келе жатқан салт екен. Жоқ, бұрынғы апаларымыз осы үршікпен жүннен жіберіп, көрпе тіккен, төр көрпе, сырмақ тіккен, осының бұрынғы салты. Қандай әдемі жастық? Қызым, бұл жастықты мен өзім тіккен жастық. Бұрыннан келе жатқан қолөнерлер, қыздар жасауын өстіп тігеді. Сол ойлы өрнектер, сырмақтар барлығы сол өзім тіккен. Мынау кесте деп айтады, мынау құрақ деп айтады апалар. Апаларым пәтелер тіккен, өстіп түйіп, жастық жасап. Ана шын, мына орамал кімге сыйлайсың? Балам, бұл орамал алдыда аналар мерекесі, әжелер мерекесі келе жатыр, соған ұсынып, иығына жабамыз. Әте, мына алған үшін маған бересіз бе? Ой, ұлым, мынадан да жақсы қамшыдан әремілеп отырып саған жасап беремін. Ал ұлым, мына атты ертпегенді саған түсіндіріп қояйын ұлым. Міне бірінші жүгенді саламыз, бісміллә. Келесі міне тоқымды саламыз. Одан келесі міне ерін саламыз. Мынау міне аттың өмілдірігі. Бұл артқа кетпеу үшін аттың. Мынау қанжығасы. Атты міне тартпасын тартамыз. Тартпасын мықтап тартамыз. Ауып кетпеу үшін. Ал ұлым, сен 5 жасқа тоштың. Сені сүндеттің сақайды. Енді ат жалын тартып мінетін азамат болдың. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Атқа міне. Атқа мінесің. Дізгінін ұстасаң 25-30 жасыңда елдің дізгінін ұстайтын азамат бола ғой. Осындай шебер әке, өнерлі ана, еңбекқор бала барда біздің қазақтың ұлттық мұрасы ешқашан өшпейді. Назарларыңызға рахмет.